Сәлем достар, мен сендерге әлемде қазір не болып жатқанын айтып берейін. Неге қазір айналамызда көп адам маска киіп жүр? Себебі сыртта көшеде ауру жүр. Ол вирус деп аталады. Вирус жұқса, адамдар жөтеледі, не ауырып қалады. Егер көшеге ешкім шықпаса, вирустар жоғалып кетеді. Вирус деген өте кішкентай. Оны көзбен көре алмаймыз. Көру үшін арнайы құрал керек. Вирус біздің ішімізге кіріп, ауырып қалуымыз мүмкін. Вирус біреу жөтелсе, не түшкірсе тарайды. Не ауырған адам ұстаған жерді ұстасақ, вирус жұғады. Вирус басқа жолмен тарай алмайды. Сондықтан біз сабаққа бармай, ойнауға шықпай, достарымызға бармай, үйде отырсақ, вирус жоғалып кетеді. Әрине біздің әкеміз бен анамыз жұмысқа тамақ не дәрі алу үшін сыртқа шыға алады. Бірақ біз көбіне үйде болуымыз керек. Сонда жылдам тарап жатқан вирус жойылады. Кейбір аға-әпкелеріміз вирусты жеңетін дәрі іздеп жатыр. Біз қолымызды жиі сабындап жуып оларға көмектесе аламыз. Себебі жылы су мен сабын вирустарды өлтіреді. Вирус әлі сыртта жүргенде сен де үйде ойнап сабақ оқи аласың. Осылайша біз вирустарды жеңуге көмектесеміз.